Достар, біз бүгін сіздермен осылай мектептің формасының, яғни костюмның жеңін қысқартатын боламыз. Міне мен мына жерден екі түйменің қасынан қайырып осылай белгі сақ қойғанмын мына жерде бормен. Қазір осыны ашып, линейкамен түзу қылып қиып дайындап аламын. Міне осылай екі жағында бормен белгілеп алдым. Қанша бізге артық болып тұр, осыны белгілеп аламыз. Және мына жерден екі түймесін алып тастаймыз. Оны қазір үстіңгі жағына тағатын боламын. Мына екі түймені алып тастаймын. Енді костюмнің жеңін осылай аударамыз. Ішіне қарай аударамыз. Және мына жерде осы жерді толығымен осылай сөгеміз тігістен. Сосын мына жерде өзі арнайы костюмнің ішкі жағынан тігіс болады. Соны да сөгеміз. Қазір мен сіздерге мына жағынан көрсетемін. Міне, біз бір жағына сап қойып. Міне осындай ішінде арнайы орын болады. Ішінен тігіп қойған. Міне осы жерді сөгеміз. Осы жерден бізде іш жағынан жұмыс жасауға ыңғайлы болу үшін осы жерді сөгеміз. Және жеңін сөгеміз. Міне, мына жерді сөгеміз. Көздеріңнен моншақ төгіліп, егіліп жылай. Сөгеміз екі жағында. Астарын бәрін. Сосын осылай оң бетіне ғана қайрам. Мына жерде, міне жаңағы біздің сызығымыз белгілеп алған. Жерде тұру. Енді біз мына жерде подгибкаға 3 сантиметр қалтырамыз да, қалғанын қиып алып тастаймыз. Міне осы жерде мен 3 сантиметр өлшеп аламын да. Мына жағын қиып алып тастаймын. Мына жерде менде ортасында түйме бар. Соны жасап тұр. Міне осылай. Осылай қиып алып тастаймын. Мына жерде астарына өлшеп 1,5 сантиметр алып тастаймыз. Жеңіміздегі белгі салған жерімізді қайтадан жақсылап сызып аламыз. Содан кейін оны ішіне қарай қайырып, ине қадаймыз. Жақсылап ине қадап алғаннан кейін, содан кейін барып біз оны үтікке басатын боламыз. Енді осылай жағын жеңін аударамыз екі жағында. Және мына жердегі тігісті сөгеміз. Міне осы жерден қолымызды тығып, жаңағы екі астар мен негізгі матаны тігістерін біріктіреміз. Екі тігісін осы жақтан ұстап біріктіріп аламыз. Осы жерде ине қадап алсаңыздар да болады. Содан кейін, осы аралықта содан кейін астынан қолыңыз салып, жаңағы жерді ұстап тұрып, алдыға қарай тартып алып шығамыз. Содан кейін жаңа ине қадалып тұрса, мысалы, сол жерді екеуін бір-біріне біріктіреміз. Сосын айналдырып, ине қадап шығуға болады, не болмаса көктеп шығуға болады. Сонда машинкаға тіккенге оңай болады. Міне осы аралықта көрдіңіздер ме? Бір-біріне біріктіріп аласыздар да, ине қадап, не болмаса көктеп айналдырып шығасыздар.
тартып айналдырып тігеміз. Костюмімізді ішкі жағына аударамыз да, бағанағы сөккен тігісімізді қайтадан орнына әдемілеп тігуді ұмытпаймыз. Машинкамен жүргізе салуға да болады. Міне жеңіміз дайын болды. Енді жеңімізге түйме тағу ғана қалды. Жаңағы араларын 1-1 сантиметр қалдырып түймені тігіп шықтық. Костюміміз дайын. Міне жеңім қараңыздар. Бәрі аккуратно ішінде тігілген. Мына жерге түймесін осылай 3 түйме қадақ қойдым. Мына жағы да тура солай. Іші бәрі аккуратно. Түймелер орнында. Міне сонымен костюміміз дайын болды. Енді шалбарға көшеміз.